ерекше сабақ берді. Әдебиет сабағы бізге көптеген қонақтар келді. Сендер қандай екенін, қалай жауап береді екенін көргісі келіп отыр. Кәне менің балаларым ақылды, алғыр балалар. Ұялмаймыз, қорықпаймыз, балалар. Ал маған қараймыз. Балалар маған қараңдар. Мен қазір сендерге сұрақ қоямын. Бізде 4 сурет, 1 сөз әдісі арқылы біз қазір жаңа сабақтың тақырыбын ашады екенбіз. Балалар, бірінші суретте кім не көріпті? Кім айтады? Кім айтады? Кім айтады? Тұра ғой, қол көтер, айта ғой. Ағай, бұл не істеп тұр бұл? Аружан? Не істеп тұр? Қандай бала екен бұл? Қандай бала екен? Білімді бала екен, білімдінің бас деймін деп атты. Екіншілікті суреттерді кім айтады? Қанды күш? Бір бұл. Бұл да қандай бала екен? Білімді бала. Сонымен баларына 4 суретте не туралы айтылған деп ойлайсыңдар? Білім, оқу туралы екен, балалар. Дұрыс балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың, жаңа сабағымыздың тақырыбы оқымысты бала екен. Көрдіңіз ме сіздер балалар? Суретті өздері талқылай отыр. Нені шығардыңдар? Оқымысты бала тақырыпты шығардыңдар. Ал балалар Міржақып Дулатовтың оқымысты бала атты мәтінмен танысады екенбіз. Балалар, мақсатымыз мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтау керек. Сонымен қатар сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді вербалды емес, тілдік құралдарды қолдану керек екенбіз. Бұл біздің мақсатымыз екен, балалар. Ал енді осы мақсатқа жету үшін балалар, сендер ең бірінші осы мәтінді тыңдап алыңдар. Тыңдауын поэзия минуты. Оқымысты бала. Бір бала қалада оқып, жасыл тұрым ауылына келеді. Әкесі: балам, енді шөп шабатын мезгіл жақындады. Қолыңа тырма ал, мен шапқан шөпті жинап, жәрдеміңді тигіз дейді. Баланың жұмыс істегісі келмейді. Мен әртүрлі ғылымдар оқып қайттым. Қазақтың сөздерін ұмыттым. Тұрма деген не нәрсе дейді. Осы сөзді айтады да тысқа шығады. Сол сәтте тұрманың басын айқалай басып келді. Сабы қақ етіп маңдайды келіп тиеді. Сонда ғана тұрманың не нәрсе екені есіне түсіп, тұрманы аяқ астынан тастаған қандай ақымақ екені деп ашуланды. Оқымысты бала. Бір бала қалада оқып, тыңдадық қой, ол бала не істейді екен? Қайдан келіпті? Қаладан келіпті, дұрыс. Ол қандай бала екен? Оқымысты бала екен, дұрыс. Ол оқымысты болса да қандай екен бала? Білімді, енді айтты оқымысты, білімді. Ол тырнауыш деген не екен білесің бе, бала? Ол не екен? Жерді тырнайтын құрал. Енді тыңдаймыз. Енді балалар, осы мәтінді бізге Міржақып Дулатов деген атамыз жазған екен. Міржақып Дулатов туралы мен сендерге қосымша ақпарат беріп өтемін. Міржақып Дулатов 1885 жылы дүниеге келіп, 1935 жылы дүниеден өткен екен. Міржақып Дулатов сендерге көптеген балаларға арналған шығармалар жазған екен. Ол Оян қазақ деген, жастарға деген, терме деген өлеңдер жинағын жариялаған екен. Ол Міржақып Дулатов атамыз қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауылы Қызылжебе ауданы Қызылжебе ауылында дүниеге келген екен, балалар. Бұл бізде қосымша ақпарат екен. Енді осы мәтінді, балалар, біз оқимыз ілмек әдісі арқылы. Мәтінді бастайды, саусақпен не істейміз? Жүргізіп отырамыз. Мәтінді бізде бастайды жадыра. Bir bala қалада оқып жазғытұры ауылына келді. Әкесі балам енді шөп шабатын мезгіл
жақындады. Қолына тырнауыш ал, мен шапқан шөпті жинап жәрдемімді тигіз деді. Болды, ары қарай Кәусар оқи қой. Баланың жұмыс қылғысы келмей, мен әр түрлі ғылымдар оқыптым. Қазақтың сөздерін ұмыттым. Тырнауыш деген не нәрсе деді. Осы сөзді айтып тысқа шыққаны сол еді. Жатқа тырнауыштың басы байқамай аяғымен басып қалды. Болды, ары қарай кім оқиды? Сымбат оқи қой. Сабы етіп маңдайына Дауысынша. сонда ғана тырнауыш не нәрсе екенін есіне түсті. Болды, ары қарай оқиды маған, сен оқи қой. Есіне түсірді. Маңдайын сипалап тұрып тырнауышты аяқ астына тастағаны несі деп ашуланды. Ашуланды. Оқыдық қой балалар, иә? Енді сендерге балалар. Бағалау парағын сендерге алуаны деп қойғанмын, иә? Әркімнің өзінің алдында бағалау парағы бар екен. Ал енді балалар, бірінші топқа топтық жұмыс беремін. Инаят, топтық жұмыс беремін. Бірінші топ бізде ти кестесі арқылы балалар. Біз бұл тапсырманы орындап жүрген мектеп деген тақырыпта, оқымысты балада да біз осы тапсырманы қолданамыз. Ти кестесі кейіпкерлерді сипаттаймыз. Білеміз ғой, бұл мәтінде қандай кейіпкерлер бар, айтайықшы бірінші топ. Қандай кейіпкерлер бар? Кім бар? Кім туралы айтылған? Баласы және әкесі. Не істейміз? Әкені не істейміз? Сипаттаймыз. Баланы сипаттаймыз. Соны салыстырамыз. Екінші топ. Біз концептуалды кесте арқылы баланың бірінші топта сөйлемейміз. Баланың өмірге қызығушылығын белгілейміз, балалар? Қайтып белгілейміз? Жоғары, орта, төмен. Қайсы баланың өмірге қызығушылығы? Адамгершілік қасиеті баланың мәтінде қандай? Жоғары ма, орта ма, төмен ба? Іс-әрекеті. Соның себебін дәлелдейміз. Үшінші топ балалар. Біздің мәтініміздің тақырыбы қандай? Оқымысты бала. Біз бұны басқа қандай тақырып қоя аламыз? Соны жазамыз. Не себепті? Бастаймыз балалар. Уақыт кетті. Орнында. Орындаймыз. Баланың өмірге қызығушылығы жоғары ма, орта ма, төмен бе? Белгілі өздері. Ортаға белгілі. Адамгершілік қасиеті, баланың адамгершілік қасиеті қандай? Жоғары ма, орта ма, төмен бе? Қандай? Ақылдасында қандай? Балалар қараңдар, дескриптивға қарайық. Бірінші топтың дескрипторы әкесін сипаттайды, баласын сипаттайды, сосын салыстырады. Келе ойында. Әкесі қандай? Мына тоқта, сен айтады. Қандай? Ақкөңіл, түсінген. Не істеді әкесі? Қандай екен? Күшті, сен жалғастыр. Баласы қандай екен? Баласы қандай? Ақылды. Сөйтіп, ары қарай. Келді деп қойыпсың. Қаяқтан келді ол? Қаладан келді. Ұмытты деп қойыпсың. Ұмытып қалды баласы. Тиді депсің. Ол? Шекесіне тырнауыш тиді. Келе қойып, жадыра. Сен салыстыр. Әкесі қандай? Bir сөзбен. Мейірімді. Келе қой. Лейла, баласы қандай деп ойлайсың? Айта қой. Лейла айтсын. Баласы қандай? Ақылды дейді. Bir сөзбен айтқанда ақылды дейді екен. Сен не деп қосар едің баласын? Не істеді ол? Жаңа айтты ғой. Алдады,
koyamiz qanotcha ya. Qanotcha, птичка koyamiz ya. 1 baldan. Al, ikkinchi top kela qo'yinglar. Ikkinchi top. Kim aytadi? Qani sen birinchi kel, bastay qo'y. Mana bu ekan tur. Balaning umriga qiziqishlik aytadi. Aytsa shu vaqt turmaydi, bo'lsa. Sebebi bala akesini aldadi deydi. Ikkinchi adamgarchilik qasiyatini kim aytadi? Sinbab kela qo'y. Tez. Dovsin chiqarish istmayapti, ha? Qanday? Adamgarchilik qasiyati to'men, ha? Ne sebepli to'men dedilar? Sebebi akesini aldadi, tag'i da akesini o'tirib aytdi, tag'i da akesini istedi, istegisi kelmedi akesini. Durust ko'maklashgisi kelmayapti, o'tira qo'y, tura qo'y. Kelasisin kim aytadi? Miras sen ayta qo'yamiz. Is hareketi to'men. Ne uchun to'men deb o'ylaysan? Sebebini tushuntirishdi. Sebebi Ko'maklashsanglar bor to'xtarma. Ne uchun haraketi to'men? Ne uchun? O durust jasadimi? Durust jasagan yo'qmi deb so'rab turdi. Durust jasagan yo'q to'men deb ne uchun? akesin tırnağı neyip deb aldadi. Akesini o aldadi. Сөйтіп не істегісі келмеді o? Tırnağıştı ake bergisi gelmedi. Не істегісі келмеді тағы да? Dur айта қойын. Жұмыстан не істеді ол сонда? Қашып кетті. Балалар дұрыс па бірінші топтығы? Директоры баланың өмірге қызығушылығын белгіледі, себебін дәлелдейді. Адамгершілік қасиетін белгілейді, себебін дәлелдейді. Іс әрекетін не істейді? Іс әрекетін белгілейді, себебін дәлелдейді дейді. Дұрыс па балалар? Үшінші топ, кәне, кер байланыс берейікші. Бағалайықшы маман. Дұрыс отырыңдар. Енді балалар өздерінің алдыларында тұрған бағалау құрамын 1, 2, 3 деген тұр, е? Дискриптірмен балық жүйе. Соған не қоямыз? Қосу қоямыз. Айыпа дейді. Кел. Кел насты. Ага. Кел. Айыпа. Не үшін? Жалқау бала деп жұмыстан қашты. Не істеді? Не деді? Дұрыс қайтадан қайталағанша естімей қалды. Жаңағы не себепті өзгерткен тірек сөйлеп? Сөйлеген кезде. Қайталаймыз. Екінші қайталаймыз. Қалмаймыз, е балалар? Дұрыс па? Балалар, маған қараймыз. Енді біз жұптық жұмыс жасаймыз, балалар. Жұптық жұмыста біз сентпен әдісін қолданады екенбіз, иә? Мына жұптық жұмысты беремін, екеуін жұптасып орындайсыңдар. Қаламсап саламыз.
Ал балалар маған қараймыз. Сетпен әдісте мысалы 5 жолды өлең құрастырамыз. Сол 5 жолды өлеңнің 5 дескрипторы бар. Зат есімді жазады, 2 сын есімді жазады, етістік, 3 етістік жазады, сөйлем құрастырады, синонимді табады. Ал балалар біз бірінші мен сендерге сұрағым айтып отырамын, сонымен бірге орындаймыз, балалар? Бірінші бір дегенде кетті. Кім не деген, мәтінде кім не деген сұраққа жауап беретін бір сөз жазамыз. Тез ақылдасып жазамыз. Бірге ақылдасын тұрасың ба? Бірге орындаймыз, екеуге тұрғанда екеу. Бірге орындаймыз. Сендерде екеу бара біреу. Жұптасамыз, ақылдасамыз балалар. 2 дегенге балалар, біз 2 дегенде қандай, қанша сөз жасамыз балалар? Екеу, қандай? Алған зат есімдерін қазір. Кім не деген сұраққа бір сөз алыңдар ғой. Соған қандай деген сұраққа жауап беретін 2 сөз жазамыз. Тез. Қандай? 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 Дұрыс айтасың, иә? Не қылды? Не істеді? Қайтты? Не қылды? Кәне жасамыз. Не істеді? Оған зат есімімізге байланысты сөйлем құрастырамыз. Кәне жазамыз. Бала, екінші. Оқымысты. Ал? Қаттайыншы, негізі. Оқымысты, екіншісі. Жұмыс қылғысы келмейді. Оқымысты қандай? Жұмыс қылғысы келмейді дейді. Сөйлем жазып қойсын ғой. Біреусі дұрыс, екіншісі сөйлем бұл жазып, иә? Ал үшінші етістік не істеді? Тиді, тыныш. Тиді, басты, алдады. Дұрыс. Сөйлеміңді оқышы. Төртінші. Бала өтірік айтты. Дұрыс. Келесі, бесінші. Қандай? Бала оқушы. Дұрыс. Сен оқышы қандай? Әке, біріншісі. Екіншісі. Қамқоршы. Қандай? Қамқоршы. Үшінші. Не істеді? Не істеді? Шөп шапты. Тағы да не істеді? Әкесі. Күтті. Төртінші. Қандай дегенге күтті деген келе ме екен балалар? Келе ма? Келмей ма? Келмейді ғой балалар, иә? Біреусі дұрыс екен, біреусі қателесіпті, иә? Үшінші. Не істеді? Күтті, сосын жақсы, сосын мейірімді. Бұл жерде балалар не істеді дегенге күтті деген келеді ма балалар? Сай ма? Жоқ, дұрыс айтады Аружан. Мейірімді деген сай ма? Сай ма? Не істеді? Қайтты? Үшінші, жоқ,
жақсы, мейірімді деп қойды, иә? Екеуі сай келмейді екен. Сөйлеміңді оқышы. Баланы әкесі күтті. Үшінші, әке дегенді қайтып айтады дейміз тағы да бір сөзбен. Папа тағы да жазғанды оқы. Мейірімді әке. Мейірімді әке деп қойды. Қатшыға болынап тұр. Бірінші, не? Бірінші әке, екінші ақкөңіл жақсы, үшінші күтті, шапты, отырды, төртінші баласын күтті, бесінші қамқоршы депті әкесіне. Дәптерді ашамыз. Тез қымдаймыз. Дәптерді ашамыз. Бүгінгі күн жазылған ғой. Ал енді маған қараңдаршы балалар, сендер мәтінге байланысты қандай мақал мәтел біледі екендерін білеміз. Мәтін не туралы деп ойлайсыңдар? Еңбек. Дұрыс айтады. Еңбек туралы. Алдияр, не туралы Алдияр? Оқу тағы да? Білімді бала туралы екен, иә? Ал енді біз дәптерге дұрыс. Дәптерге балалар біз әдемі сұлу етіп немесе еңбек туралы, немесе білім туралы бір мақал жазамыз. Кәне, бастаймыз. Білесіз мақалдарын. Мен кеше сендерге айтқам, иә? Үйден еңбек, білім туралы мақал мәтелдер жаптай келіңдер деп. Тез орындаймыз, тез. Бұл керек деп ойлайсың. Оқымысты болу керек. Тағы да білімді бала қандай болу керек? Оқымысты білімді өзі айтып тұр, білімді оқымысты болу. Тағы да қандай болу керек? Ақылды болу керек. Тағы да Көп оқу керек. тағы да қандай болу керек? Тағы қандай болу керек? Қандай болу керек? Еңбекқор болу керек екен. Балалар маған қараңдаршы. Балалар маған қарайды. Білімді балалар. Біз білім мен еңбектің қандай егіз ұғым дейміз, қандай байланысы бар? Еңбек пен білімнің қандай байланысы бар? Оқу. Тұрады. Оқу оқысақ? Ес аламыз. Сендердің еңбектерің не деп ойлайсыңдар? Білімді болу керек. Сендердің еңбектерің не деп ойлайсыңдар? Оқу деп ойлайды, иә? Балалар тек қана білімді болып қана қоймай, не істеу керек екен сонымен? Не істеу керек? Еңбек ету керек екен, иә? Еңбек ету керек екен балалар. Ал үйге тапсырма балалар. Осы оқымысты бала 56-57 бетті оқимыз, мазмұнын айтып келеміз, иә? Жақсы балалар.